Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Бүгін сіздерге жақсы жаңалығымен бөліскім келіп отыр. 200 мың теңгеге біздер не алдық, соны сіздерге айтатын болам. Жалпы негізінде қалған ақша тұр, оған енді тағы басқа нәрселер қарап жатырмыз. Бірақ сіздер айтқан боласыздар, 200 мың теңге қазір ештеңе келмейді ғой деген сияқты. Өткенде видео түсіргенде көптеген сұрақтар келіп жатыр. Соны сіздерге дәлел ретінде бүгін 200 мың теңгеге не алғанымызды айтатын боламыз. Достар, біздер 200 мың теңгеге қой алдық. 4 қой, бір қошқармен сатып алдық. Ол кісілер арзан сатып жатыр екен, ақша керек болып. Сол ол кісілердің ақша керектігін пайдаланып, біздер 200 мың теңгеге 4 қой мен бір қошқар сатып алдық. Алла қосса, апрель-май айларында сол уақытқа жоспарлап отырмын. Қырдан қалаға алып келуге. Өйткені біздердің шаруашылығымыз қалада, ол кісілердің шаруашылықтары ауылдық жерде, қырда точкеде ғой. Сол себепті Алла қосса, сәл шыдаңыздар. Апрель-майда или апрельде или майя. Сол 2 ай аралығында Алла қосса, осы үйімізге 4 қойымызбен бір қошқарымызды алып келетін боламыз. Келісімшарт жасалды. Видеоға түсіру арқылы келісімшарт жасалды. Және де ақшасын сол беріп жатқан кезде видеоға барлығын түсіріп алған болатынбыз. Мынадай қойды алып алып, ар жағынан ертең ақшасын бәрін жойып тастағаннан кейін бергісі келмей қалуы мүмкін адам. Сол себепті барлығын видео ретінде түсіріп, барлығын келісімшарт жасастық. Алла бұйыртса, апрельде или майда алып келетін боламыз. Әзірге тауықтарымыздың барлығы бір қалыпта. Осылай арасында жемді жерге шашып берем. Бұлар жейсін кішкене деп. Бірақ қазір бәрі осы қораның ішінде тұр. Жұмыртқалар енді жарылып кетіп жатыр. Тауықтың жұмыртқалары бүтінде, үйректің жұмыртқалары сразу жарылып кетіп жатыр. Енді оны Алла қосса, ертең күн жылығаннан кейін кішкене бастыртатын боламыз. Уже мартта туғандарды уже мартта бастыртамыз ғой, Алла қосса. Оған дейін қазір жұмыртқаға ешқайсысын жатқызбаймыз. Міне мысалы мынауда жұмыртқа туғысы келіп тұр. Ақта. Ақ кеше жұмыртқа туған, короче. Осылай қораға кірдім, жұмыртқа туып шығып жатыр екен. Жұмыртқасын барып қарасам, тек сарысы жатыр. Сосын анандай бір ұлт-бұзын аппақ бірдеме жатыр. Жұмыртқаның сарысының сырты жоқ қой. Сол себепті қазір пгс әкеліп, пгс тастап іштеріне. Енді ракушняк әкеліп, ракушняк беруім керек, Алла қосса. Қазір вип аптекеге соғады, менде уақыт болмай жатыр. Қазір жұмыспен екі ортада жүрмін, тек жұмысқа барам, үйге келем, құстардың жем суын берем деген сияқты ғой. Манадай тағы да реклама не дейтін сияқты видеолар бар, соларды түсіріп берем. Мобилографияның видеоларын түсіріп берем деген сияқты. Сондай шаруалармен қазір айналысып жатырмын. Өйткені маған ақша керек. Өзіңіз білесіздер, қаражат міндетті түрде керек. Өйткені мен кеше қайттым, ана қой алдым дедім. Енді қораның ақшасын жинап, қора салып бастауым керек. Алла қосса, материалдарын сөйлесіп жатырмын. Материалдардың бағасын келіссек, Алла қосса, оны да тоже 3 ай каникулда жасайтын боламыз. Балдар демалысына. Балдар демалған кезде мана қол ұшын созады, балдардың бәрін шақырамыз. Ағайын туыс балдарын. Солармен бірігіп жасалатын шаруа ол деген. Алла қосса. Енді план осындай, достар. Пока сіздер арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Енді біздер қой шаруашылығын жасаймыз ба деген ой бар. Потому что біздерге сиыр келмейді. Және де жылқы мал тоже келмейді. Жылқы малын қарайтын бізде уақыт жоқ. Енді алдағы уақытта біреулермен сөйлесіп, маған қосып қойшеш бауырым дейтін адамдар болса, олармен сөйлесіп, келісімшарт жасасып, мүмкін жабағылар, манағыдай байталдар алып отса, ол кісілерге де қосуға мүмкіндігіміз болады алуға. Ал әзірге біздерден тауықпен, мана қой шаруашылығын ұстап көреміз. Қиыншылықтарын барлығын бірінші сезініп, қолға алып алайық. Жақсы жүріп жатса қой басын көбейтеміз. Не то болып, манағыдай не болып жатса, енді бір жағын шығарамыз, сатсақ та, не істесек те деген сияқты ғой. Сол себеп, достар, арнаға тіркеліп қойыңыздар, қолдап отырыңыздар. Тағы қандай поддержка бересіздер, қора қандай болу керек, мысалы, қой қораның биіктігі қандай болу керек, или алдағы уақытта сиыр ұстасақ, жылқы ұстасақ, биіктік қандай болу керек, қора нешеден неше салған дұрыс, фазенді мана. Өздеріңіз білесіздер ғой, фирма болғаннан кейін, енді жаңадан фирма құрылып жатқаннан бірінші қора мықты болу керек. Сол себепті қораны неден салған дұрыс, шитадан ба, тастан ба, саман тастан ба, или ақ тастан ба, ракушняктан ба деген сияқты ғой. Сол себепті соның барлығын комментария жазып, қолдау күтем, достар. Міндетті түрде неден салған дұрыс, терезе салған дұрыс па, соның барлығын жазып кетіңіздер. Қалай салған дұрыс, фотолар болса комментария фотоларын жіберіңіздер міндетті түрде.
біздер қараймыз, так мынау бізге ыңғайға соғады, мынау ыңғайға соқпайды деген сияқты ғой. Енді қаражат ондай көп емес, бірақ енді қораны салуға қазіргі таңда жұмыстанып жатырмыз. Алла бұйыртса, сол алла осы 3 каникулға дейін балдар демалысқа дейін кішкене ақшаны реттеп жинап алу керек болып тұр ғой.